Сендерге тағы бір нығметімді еске алып кетейін дейді. Нахл сүресі болғаннан кейін, нахл деген нәрсе өзі араны білдіреді. Бал арасы бар ғой. Сонда Алла Тағала мысалы араны жаратқан кезде ва ауха роббука иля нахли, араны жаратты. Ара ол жаңағы 4 түлік малыңыздан солардыкіндей пайда бере алмаса да, ол да адамның қызметіне жаралған нәрсе екен. Қарас. Сонда Алла Тағала айтады, Раббың араны жаратқаннан кейін араның түйсігіне салды дейді. Программа кетті. Ара енді басқа нәрсе үшін істемейді. Аниттахизи минал жибали буютан, таулардан өзіңе үй алып ал. Қарас. Ва минаш шажари, ағаштардан өзіңе үй алып ал, үй салып ал. Ва мимма яғришун, сондай-ақ анау адамдардың шатырларынан, омарталарынан үй жасап ал. Бірінші тапсырма. Екінші, сумма кули мин кулис самарат, сосын сен ана жердің бетіндегі күллі жемістерден, гүлдерден же. Қарас. Сөйтіп ол жейді. Фаслуки субула раббика зулула, Раббыңның жолдарымен ғана жүрші сен, ей ара. Қарас. Бой сұнған күйде адамның қызметіне еді. Содан бал бітті. Ара жаңа гүлдерге барады, бал жинайды, үйіне әкеп төгеді оны. Төккен нәрсесін Алла Тағала айтады. Яхруджу мин бутуниха, олардың қарындарынан, мысалы 4 түлік малдың қарынынан сүт шығатын болса, олардың қарындарынан шарабун мухталифун алвануху, түсі әр түрлі келген, құрамы әр түрлі келген шарапты жағы балды шарып береді дейді. Қарас. Не үшін деген кезде шифаан линнас, адамдарға шипа болсын деп. Анау ауырып қалса, соған дайындап қойшы дәрісін. Жақсы бола ма, жаман бола ма, сұрап аламыз кейін. Ара қараңыз, болды, бойсынады. Аллаға бойсын адамға ма, бойсынбаған адамға болды. Адамға қызметке қойылған нәрсе, сол балды адамдар алып, жаңағыдай мысалы өзіне емдік нәрсеге қолданады. Инна фи залика лааятан лиқауми ятафаккарун. Ойланатын адамдар үшін бұл жерде менің құдіретімнің тағы бір белгісі тұр ғой дейді. Сен менің белгілеріммен ешқайда кете алмайсың дейді. Өзіңнен бастап. Валлаху жа'ала лакум мин анфусикум азважа. Ей ер адамдар, сол Алла ғой сендерге өздеріңе ұқсайтын, яғни жаңағы жұбайларыңды жаратып берген дейді. Адам қып. Ва жа'ала мин азважикум, сосын сол әйелдерінен банина ва хафада, балаларың мен немерелеріңді солардан жасап беріп отқан мен ғой дейді. Оразақакум минат тойибат, сондай-ақ қаншалаған таза нәрселермен сендерді ризықтандырып қойғам дейді. Енді мына сөзіме ойланыңдар дейді. Қараздар. Афа бил батили юминуна, Алланыкін пайдаланып, сосын Құдай жоқ деген жалғанға сенесіңдер ма дейді. Ва би ниғмати раббихи ва би ниғмати лахихум якфурун, сонда Алланың нығметтеріне шүкірсіз бола бере ма дейді адамдар осылай. Рас.